Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін Сырлы сұхбат айдарының екінші шығарылымын жарияламақпыз. Біздің бүгінгі бұл айдарымыздың қонағы Балкенов Жүрсін Шаяхметұлы. Балкенов Жүрсін 1945 жылы Қарағандыда дүниеге келді. 1971 жылы Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институтын бітірді. Бүгінгі күнде Евгений Арстанович Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің кәсіби көркем өнер факультетінің дизайн және бейнелеу өнері кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, Халықаралық әлем педагогикасы ассоциациясының мүшесі, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы көркем академиясының корреспондент мүшесі, Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері. Жаңа Жүрсін ағамызбен әңгімелесу барысында мені былтырғы жылы ғана Евгений Арстанович Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген қызметкері атағын алғанын да бізге қуанышпен жеткізді. Әрине, бұндай атақ екінің біріне берілмейді. Жүрсін ағамыз ұлт жанашыры десек те болады. Сонау 80-ші жылдардың соңында Москва қаласында аспирантураны бітіріп келгеннен кейін ең алғаш рет ол кезде Қарағанды педагогикалық институты болатын. Осы көркем өнер факультетін жүгіріп жүріп, ашып, қазағымыздың осы өнер жолындағы азаматтарының білім алуына бірден бір жол ашқан осы Жүрсін аға сізден естідім. Әрине, біздің бүгінгі алаңымызға қош келдіңіз. Жүрсін аға, енді сіз Қарағандыда туғанмен балалық шағыңыз қасиетті Қарқаралы жерінде өтті. Оны мен жаңағы сіз туралы мәліметтер оқып жатқанда, бұған дейін де сізбен таныспыз, білеміз, сіздің өнеріңізді құрметтейміз. Біріншіден мен сізді ұлт жанашыры, ұлағатты ұстаз ретінде құрметтеймін. Және осы ұлтымыздың азаматтарының білім алуында қаншама еңбектер жасап жатсыз. Сондықтан да мен сізге алғашқы сұрағымды қойғым келіп отырып, сіздің осы суретшілікпен, енді біз бейнелеу өнері мұражайы болғандықтан, біз бейнелеу өнері, көркем өнерге көп мән береміз ғой. Осы өнерге келуіңізге не себеп болды? Қарқаралының қасиетті табиғаты ма, әлде бір еліктеушілік көруге болды ма? Сол жайлы не айтасыз? Неге сол өнерге мектепте жүрген кезімде сол өнерге қызықтым. Өнерге жаңағы ынтамсам, әсіресе оған себеп болған бізде мынау бейнелеу өнер сарайынан Ахмат Сингатуллин деген азамат ұстаздың сабақ берді. Ол кісі сол Киевте суретшілер училищесін бітіріп келген бірінші осы бейнелеу өнердің маманы еді. Сол мамандық осыны жаңағы осы Қарқаралының әсем табиғаты қызықтырды. Сол кезде сол ұстазымыздың жасаған суреттеріне қатты қызықты. Сол кісі маған көп әсер етті. Енді бұл өмір жолы өте қиын жол. Оны мен бәлемін, осымен сөйттім, бүттім деген ол кішкене артық сөз. Өнер бұл таланттың өзі қол бейнет деген сөзді шыққан. Ол қаншама бейнеттер, соның жаңағы жолында барлық жаңағы іс-әрекеттерді, соның жаңағы баулып өзіңді жаңағы аянбай еңбек ете білсеңіз ғана сол жаңағы өнер жолына жете аласыз. Жетпей кетуіңіз де мүмкін. Шығармашылық өте ауыр жол. Жалпы өнер қай түрі болмасын, өнер деген өте киелі, қасиетті. Екінің бірінің пешенесіне жаза берген дүние емес. Әйтсе де осы бейнелеу өнері мен өте қатты қызықтырды. Оның ішінде осы жүрек жаңағы мынау өнертану саласы. Біз енді осы бейнелеу өнер негізі мынау қазақта кеш дамыған дейді ғой. Мен оған келісе қоймаймын. Өйткені бейне бізде ертеден-ақ болған. Сонау жаңағы ерте замандағы ғажап балбал тастар мүсін өнерінің ерекшелігі болатын болса, сол балбал тастардың өзінде керемет әлем,
керемет көркемдік, керемет дүние жатыр. Бұнда жаңағы осы бейнелеу өнердің саласы болатын болса, болмаса неге бізде қаншама жаңағы ғимарат қаншама, кесенелер қаншама, одан кейін қазақтың жаңағы ұлттық өнеріне келетін болсақ, ол қолданбалы қолөнер. Біз өрнекпен ой айтқан едік. Ешбір ұлт айта алмаған дүниені біз айттық. Осының барлығы мынау кеңес дамыған осы өнердің жаңағы әсері бізде қазақтың ұлттық мамандығы бәрі рухани тілде жазатын өнер танушылар әлде де болса бізге қажет керек нәрсе. Иә, осылар кенже халық содан бар. Барлығы біз бұл өнердің барлығы тек қана қазан төңкерісінен кейін ғана пайда болды деген сөздерді айтумен келді. Ал қазір енді оны айтуға болады. Өйткені біз егемен елміз, өзіміздің рухани дүниемізді, мынау жаңағы рухани жаңғыру дүниесін қайта қолға алып жатырмыз. Бұның бәрі қуанышты нәрсе. Бұның бәрі ой салатын нәрсе. Саналы адамға бұл керемет жаңағы көркемдіктің көк жүйегін көңілге талпынатын нәрсе болып есептеймін. Жұрсын Шайхманович, сіз өте сондай терең ойда мағыналы ой қозғадыңыз, иә. Сіз Абай атындағы педагогикалық институтта оқып жүрген кезде Айша Ғалымбаева сіздің ұстазыңыз болды, иә. Сізге сондай бақыт бұйырды, қазақ қыздарының арасынан шыққан сондай сұлу апамыздың, сол тағы да қандай танымал суретшілерден білім алдыңыз, Айша Ғалымбаева апамыз туралы айтсаңыз. Бізде енді мен енді 60-шы жылдардың түлегі едім. Ол кезде бұл өнер саласында анау көркем сурет училищесі болып, сосын мынау қазірде бірінші рет ашылды, соның бірінші түлегі қазақ әдебиетінен. Енді бізге марқұм Мұхтар өте керемет тарих, керемет ғажап суретші. Мынау Айша Ғалымбаева, мынау мүсінші Журавлев, сосын Али Жүнісов сияқты суретшілер. Олардың бәрі бізге келе бермеді, бірақ сол кісілер бізге салды. Сол кісілердің мынау шығармашылығын көрудің өзі үлкен бір ғанибет. Өйткені ол кісілердің алғашқы қазақ бейнелеу өнерінің қарлығыштары еді. Негізі мынау 60-шы жыл қазақ өнеріне қайтерлеу, ренессанс деп айтуға да болады. Сол кезде қазақта ән, шәмшінің әндері келді. Керемет суретшілердің шығармалары келді. Жапан Оралхан Бөкеев сияқты жазушылардың шығармалары келді, туындылары келді. Бұл бір ғажапшылық. Сонда сол суретшілердің шеберханасында болудың өзі, олардың жаңағы әңгімелерін тыңдаудың өзі, олардың мәнерлерін қайталаудың өзі бір ғанибет, үлкен бір бақ еді ол жаңағы. Сондықтан да осы кісілердің барлығы анау Ресейден оқыған, әрине Ресейде бұл өте кеңінен қалыптасқан ғажап жаңағы білімнің ортасынан келген адамдар еді. Міне соны көріп өскенде мен де сол ой ағарда жетектеген сияқты. Енді мен жаңа сөз барысында да айтып өттім, сіз Москвада оқыдыңыз, иә, аспирантураны оқығаннан кейін бізде педагогикалық институтта осы көркемдік факультетін ашуға сіз ықпал етті дегенді мен талай рет естіп қалдым. Сол жайлы не айтасыз? Ол кезде болмады осы бізде футболақ дейміз де? Футболақ ол кезде мынау Қарағандыда болды. Бірақ ол жабылып қалып қайтадан ашылды. Сұлтан Қаппаров Басмағамбетов деген Азамат ағамыз ректор болды. Мен енді ол кезде мынау қазақ жігіттерінің бейнелеу өнерін қорғау мүмкін емес еді. Өйткені ол кезде диссертация жүргізуде ешқандай совет болған жоқ, кеңес болған жоқ. Қазақстан тек қана сол Москвада, Украинада, сол жақтарда болды. Санкт-Петербургте қазіргі жаңағы. Енді оған ондай аспирантураға түсудің өзі өте ауыр болды.
мен 17 жыл достым аспирантура. Енді кеңес өкіметінің өз несі бар, бірақ мен сол жаңағы стажировкалардың барлығында сол жаңағы институттардың, сол академиялардың қарамағында болып, солардың әйгілі суретшілердің шеберханаларында стажировкалардан өтті. Сол маған әсер етті. Сол ақыры жаңағы сол бір жылдық аспирантураға түскенде содан барып қорғадым. Бұл кезде жаңағы қорғау өте қиын. Түрлі ұлттық мазмұн социалистік болсын керек. Енді ол ұлттық өнерді жаңағы социалистік қылудың өзі ауыр нәрсе. Бірақ қайтсе де соған бұл керек болды. Өмір талабы солай болды. Енді тереңдетіп айта алмағанмын. Сол жаңағы сол десектерді қорғауға үлкен үлес қосты дейді. Енді бұл факультет өте бір тамаша факультет. Неге десеңіз, бұл болашақ маманды, болашақ ұрпақты ұлттық өнерге баулуда бұл жаңағы факультеттің атқаратын рөлі өте үлкен. Бірақ өкінішке орай бұл факультет көп жерде жабылып қалды. Осы Каспийде, сосын бізде жаңағы отделение болып қана қалдық. Бұл жаңағы өнерге баулу бұл жай нәрсе емес. Өзі ұлтты, адамды қалыптастыратын сол өнер арқылы дамиды. Тіпті мынау бүкіл әріпті сурет арқылы таныды ғой әріптер. Сол суретті тани отырып, сол дүниеге көзқарасын ашты әрине. Ал қазіргі бүгінде енді мектепте соны қысқарту өкінішті нәрсе, өте өкінішті нәрсе. Енді міне бүгінгі неге келіп отырмыз, иә? Бүгінгі жас суретшілерге, бүгінгі жастарға көңіліміз тола ма? Анық сол жастарға көңілім толды деп айтамын. Неге десеңіз, бұрын шығармашылыққа үлкен көңіл бөлінді. Қаншама жаңағы конкурстар, қаншама жаңағы көрмелер бәрі бірінен кейін бірі оның алдына үлкен мақсаттар қойды. Ал қазір енді мынау арнайы жаңағы көркемдік білім алатын балалар шамалы мектептен алынады. Мектепте өзі бейнелеу өнерін алып қосқанда, оны өзі қандай білім алады? Бізге келетіндердің барлығы нағыз фанатик немесе жаңағы сол жай келетін адамдар шынын айтқанда. Бұған келу үшін өте үлкен көңіл бөлу керек. Бұған сол баланың жаңағы бойында сол өнердің бір ерекшелігі болу керек. Тіпті мынау бізге келетін адам тұқымындағы ұста, бір керемет зергер, немесе балташы, тігінші, тоқымашы, немесе киіз кілем тоқитын адам, сол атадан балаға, анадан жаңағы қыз балаға ауысатын бір ерекшеліктер болады. Сондай балалар келсе, тіпті керемет болар еді. Оны баулу, оны сол өнерге жаңағы жетектеу жиі. Ал енді ештеңе хабары жоқ. Бұдан келген адамнан үлкен өнер шығарып берген өз басын сене қоймайды. Жаңа қарата кетіп бара жатыр ғой. Ал өнер тек қана компьютермен ол құрал керек нәрсе, ол өте жақсы. Бірақ өнер оның бойында болу керек, санасында болу керек, ойында болу керек. Осы жерге, осы жағдайға келген кезде өте ауыр түрлі ерекшеліктер бар. Жүрсін Шаяхметович, менің көптен бір толғандыратын бір мәселе бар. Біздің қаламызда, мен Қазақстанды жалпы алмай қояйын, өнер танушылар өте аз. Бір өзіңіз ғана қазақ тілді, мен орыс тілден айтпаймын. Наталья Ивановна марқұм болып кетті ғой. Біз сол кісіге жүгінетін едік. Мен өзім сол кісімен әңгімелесіп, соны аударып солай жүрдім. Бүгінгі күнде енді өзіңіз ғана, осы өнер танушы, менің білетінім, мүмкін мен білмейтін шығармын. Сол жайлы не айтасыз? Өнер танушылар неге бізде жоқ? Осы өнер, осы бейнелі өнермен айналысатын, кейде бір қиналып, бір кеңес алғым келеді, сізді де мазалай бергіміз келмейді. Жастар неге шықпай жатыр осы? Қалай ойлайсыз, соған не себеп? Бұл енді біріншіден
жаңа Наталья Ивановнаның айтып өтті ол өнерді нағыз өнерді өнер танушы сол еді. Неге десеңіз ол оның Санкт-Петербургтан бітірген, өнер саласын бітірген, өнер тану саласынан бітірген ол суретшіні санау өте қиын. Өйткені оның жаңағы ерекшеліктері көп, түрлі ерекшеліктері бар. Ал енді мынау өнердің ерекшелігі ол сонау тарихқа, рухқа, рухани әлемге қарата кетіп қалады. Ал енді қазір мынау қазақша ана тілімізде, мемлекеттік тілде сөйлей алатын, ойлай алатын, жаза алатын өнертанушылар екенсі. Өйткені олардың барлығы орыс тілінде, жаңағы ойлайды да орыс тілінде жазады. Мынау рухани әлемді өз тілінде, өз мақамында түсіну өте ауыр болады. Сондықтан ол өте күрделі. Сондықтан бізде әсіресе мынау қазақ суретшілерінің рухани ерекшеліктері, олардың шығармаларында көркемдік мақам, оның жаңағы жаңа бір әдіс тәсілдерді меңгеруі, осылардың барлығын осы ана тілінде мемлекеттік тілде айта білсе, болашақ ұрпақтың өзіне керемет үлгі болар. Ол бір жаңағы ойында қалар еді. Ол анау орыс тілінен аударады да, оны қазақшаға қайтып аударған кезде өзінің нағыз ерекшеліктерінен айырылады. Ол өзі біздің саламызда ғана емес, түрлі салаларда болып жатыр. Сосын мен бұл аудармаларға да көп көңіл бөлемін. Жаңағы оның барлығы тура өзінің мақамында аударылып жатыр дегенге келіспеймін. Сондықтан осындай кемшіліктер әрине болып жатыр. Негізі мемлекеттің қолға алу керек. Ол сала өте күрделі. Біздегі ең бір күрделі мәселе осы. Өнертану саласының мамандарының жоқтығы, әсіресе мемлекеттік тілдегі болашақ біздің азаматтарымыздың. Әрине, енді келесі бір сұрағым менің, халық өнері дейді, оның өткенінен мол мағлұмат беретін шежіресі әрі тарихы дейді. Оны сіз айтып та жүрсіз, міне жазып та жүрсіз. Алдымызда міне қаншама кітаптар жатыр, қаншама монографияның авторысыз, қаншама жаңа айтып жатсыз, кандидаттық қорғады, сіздің шәкірттеріңіз болды. Енді осы жолда біздің халық мұрамызды әрі қарай дамытуда біз не істеуіміз керек? Кімдермен жұмыс жасауымыз керек? Сіздің ойыңыз қандай? Қалай жұмыс жасауымыз керек осы халықтық мұрамызды өлтірмей әрі қарай дамытып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде? Енді бұл рухани мұраны бірден қолға алып, оны өркендетіп жіберу деген өте күрделі нәрсе. Оны жаңағы қолға алу үшін бізде арнайы бағдарламалар шығу керек. Бізде бағдарлама барлық стандарттар, оның сағаттардың бәрі кеңей береді. Үлкейудің орнына бізге мамандыққа берілетін тіпті сағаттардың өздері өте аз, оны меңгеру үшін. Ал бізге арнайы жаңа бағдарламалар, мысалы ұлттық өнер, осы бейнелеу өнерінің өзін алғанда оның өзі қолданбалы саласы бар. Мысалы қолданбалы қол өнері келетін болсақ, ол өрлік өнері, тоқыма өнері, зергерлік өнері, ағаш ою өнері, анау бүкіл жаңағы мүсін өнері. Біз бүкіл билерімізге, батырларымызға барлығына мүсін қойып жатырмыз. Бұл қуанарлық жағдай. Бірақ тұлға дегеннің бәрін батыр деп есептеу ол қиын. Сол батырдың тұлғасын беремін. Ішкі жан дүниесін, образын. Ол халық батыр болғандықтан, сол халық болған батырдың образы ерекшелігін анау жас ұрпақ көргенде соған еліктейтіндей керемет образ керек. Ал бізде көбінесе оны айтпасқа тағы бір тұлға деген сақал қойғанның бәрі батырлық кетіп жатыр. Бәріне атының зеттігін жаңағы ендеше осы жаңағы дүниелердің барлығында жай қарау ол қиын нәрсе.
Ол рухани ерекшеліктен қараймын. Bir батырдың өзі екінші батырға ұқсамау керек. Ол өз жерінде, өз елінде, жеке тұлға ретінде қалыптасатын болса, сол ерекшелік, сол батырдың бойындағы нәпсі көркем, сол ал оны ауызға айту оңай табу керек. Осы ерекшелік құндылықтардың бәрін сол өнер адамының бойында болу керек. Сонда ғана ол жаңағы қалыптасып, жас ұрпақты ойлата білетіндей, тоқтата білетіндей болу керек. Ал деп күні өте шыққан ол болмас. Мынау Абайдың 175 жылдық. Абайға өзіңіз білесіз, қаншама жаңағы мүсіндер бар. Бірақ отырған адам Абай неге отырмайды? Абай бір атқа мінбеген бе, барлығында Абай тікті. Семейге барсаңыз Абай тікті. Қарағандыда тікті, Алматыда тікті, Астанада тікті. Неге өзі бір Абай бір отырмайды? Сергеевті Москваға қойған Абай ғана оқыр. Онда бір қимыл ерекшелік, динамика бар. Оның барлығы тікті. Мүмкін осының барлығы көркемдік ерекшеліктің құндылығының өзі бір түріне жатады. Осының бәрі бұл жаңағы жас ұрпақ тәрбиелеуде осы керек нәрсе. Сол Абайның образын түрлі ерекшеліктерді көре білу керек. Міне бұл көркемдік, бұл образ, шығармашы. Осы жағы жаңағы өнертанушы адамдардың айтуымен еске алынып отырса, мысалы мінекей. Жүрсін Шайхметович, қазіргі қазақ идеологиясы қандай болу керек деп білесіз? Енді қазір мен керемет идеология бар деп енді айта алмаймын. Ол ұлттық идеология дегеніміз бұл рухани рухани жаңғыру. Нағыз ұлттық идеологияны таныту, соны жаңарту. Пайдаланбай жатырмыз. Біле бермейді мысалы. Оны ұлттық ерекшеліктерді терең түсіну керек. Ол жатқан әлем, осы ұлттық ерекшеліктері бар оқулықтар бізде бар деп айта алмаймын. Мұны жоғарғы оқулық жазатын адамдардың барлығында соның лауазымына емес, оның біліміне, оның шеберлігіне, оның тәжірибесіне, оның жаңағы өмірдегі жаңағы жасаған игі істерінің ерекшеліктеріне байланысты талдау керек. Сонда ғана ол өзгереді. Мысалға алатын болса, өз қазақта ешқандай ұлт айта алмаған бір өнер бар. Мынау түс ғажап ерекшелік. Мысалы сіз ат көрдіңіз бе? Шардарат қандай? Ендеше қазақ қандай атын жүргенін білмейді, астындағы атын айтамын. Айтамын, астындағы атын айтамын. Қазір сізді Мейрем Құдайны жайнаны есіктің алдындағы бөрт ешкіні ұғып жіберіш десе, онда ешкі жоққа қайтып келесіз. Қара ақ ешкі деп қана білесіз. Сіз бөртінің не екенін білмейсіз. Ендеше басқа бір айта алмаған ерекшелік мынау қазақта қалай айтады? Малының көзі шықса, сол малының түсін қалай айтады? Мен мына бір еңбегімде сол жылқының түсін жүзден асырдым. Керемет деген жылқышы жетіге кетті. Ол жаңағы түс басқа бір айта алмаған ерекшелік. Ендеше мынау кешегі Ілияс Жансүгіров дала поэмасын жазды. Ол ақан серіге арнап. Жел соқса қамыспасы майда деймін, ат босты матайдаушы қайда деймін. Алдыңға қылаң болмай барам болды, шығылмаса құлагер қайда деймін. Соны құлагері қылаң болып көріну керек екен. Қара келіп келе жатыр алса. Барам болды, қара келіп келе жатыр. Енді осыны перспектива, жазия, қазақ барлығын қалай айтып тұр. Міне өз тілінде сөйлеп тұр. Түсті қалай керемет образын айтып тұр. Міне осылай сөйлейтін ұрпақ болса, ол далада қалмайды. Ол жарып шығады. Ал бұлай сөйлемекті бөліп, қазір жаңағы бір сөз айтты, жатсын орысша. Сонда ол сөзді сүзбеге алды.
мүмкін ерекшелікті жай ғана бір мысал ретінде айтып отыр. Шынымен де соған енді шын олар кейінгі жастарды мәнерлеп сөйлей алмайды. Сіз үстіңізін айтып тұрмақ жай күнделіктерінде өз ойын жеткізе болмайды. Енді осы музей жайлы не айтар едіңіз? Міне біздің музейіміз 30 жылдан асты, өзіңіз сияқты талай майталмандар көрме ұйымдастырды, өзіңіз сияқты танымал азаматтар көрме ұйымдастырды. Әрине біз бұл сырлы сұхбат айдарын бастаудағы мақсатымыздың өзі осы. Сіз сияқты өнер жанашырларымен кездесіп, сіз біздің насихатымызға зәру емес шығар, сізді елдің бәрі таниды, бүкіл дүние қазақ халқы таниды. Бірақ біз өз тарапымыздан сізді танытқымыз келді. Енді сол әлі де үрдісіміз жалғасады. Әлі біздің қазақ азаматтары бар, елде халыққа танытарлықтай суретшілерімізді аз емес көрсетеміз. Сонда да дегенім ол біздің музей туралы, музейдің сізбен суретшілердің шығармашылығы жайлы не айтар едіңіз? Қандай да бір талап тілектеріңіз бар ма? Енді ол туралы айтатын болсақ, жалпы мынау аймақтық өлкетану музейі барлық облыстарда бар. Талай осы қазақтың бүкіл қаласын аралап шықтым десем болады. Бірақ мынау бейнелеу, арнайы бейнелеу өнері мұражайы кездесе бермейді. Бұл ерекшелік бізге осы Қарағандының бір ерекше артықшылығының өзі осы мұражайдың болуында. Осы мынау бейнелеу өнерінің түрлі ерекшеліктері, суретшінің кім екенін, оның шығармасының не екенін мынау жас ұрпақ мектептен осында келгенін көргеннің өзінде үлкен ой ойлап қайтады. Бұл мұражай тек қана суретшілердің ғана еңбегін жариялап жатқан жоқ, көрсетіп жатқан жоқ. Түрлі мерекелерде, мынау түрлі баталарға, түрлі мынау жаңағы мейрамдарға арналған көрмелердің бәрін осы жаңағы мұражайда өткізіп жатыр. Бұл да қуанышты жағдай. Осы көрмеде сол жаңағы өнердің не екенін, оның көркемдік ерекшеліктерінің не екенін, бір суретшінің екінші суретшінің айырмашылығы қандай болатынын, оның жаңағы мынау шығарманың өз қандай ерекшеліктерде жазылатынын жас ұрпақ осыны бір мың рет айтқаннан бір көрген артық. Соны көргеннің өзі үлкен тәрбие. Бұл көркемдік тәрбиенің өзі көрсету арқылы, айту ұғындыру арқылы берілетін болса, бұл мұражайдың атқаратын қызметі өте үлкен. Түсінген адамға, саналы адамға бұл үлкен бір керемет ерекшелік орын. Бұл қуанышты жағдай. Бұл өзі жаңағы кейбір талапты осыны аңсайтын жастар осыдан асып келуі мүмкін. Осыны көріп жаңағы бір керемет ләззат алады. Орнынан қолынан келмесе де апырай, мына суретшінің мынандай ерекшелігі бар екен-ау деген ойда қалады. Бұл осындай тәрбие мәселесіне келгенде бұл мұражайдың атқаратын қызметі өте үлкен. Сіздерге мен ризамын мынандай музейді ұстап отырғандарыңызға. Қазіргі шақта мына мұндай музей ұстаудың өзі үлкен күрделі нәрсе бар. Бұл айтуға сөз жеңіл, жағдайлар өте көп. Әйтсе де сіздердің осы бір музейлеріңіз біз үшін өте артық. Рахмет сізге. Жылы сөзіңізге, ниетіңізге өте көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымызға келіп, уақытыңызды бөліп, ой бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Ең бастысы сізге денсаулық тілеймін. Қашан біз сізге ұсыныс жасасақ, ешқашан бізге жоқ демейсіз. Жасыңызға қарамастан біздің алдымызға жүгіріп келіп, былтырғы жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бір суреттің тарихы деген жобаны жүзеге асырдық. Онда да келіп, жұмысымызға қатысып, сұхбатыңызды беріп жатсыз. Сондықтан сізге шексіз рахметімді айтамын. Аман болыңыз. Сізде ағамыздың барына біз мақтан тұтамыз. Рахмет сізге.